кешегі құттықтық жалпы классика түрінде бірінші орын, рапидтен күміс жүлде егер атанып, жалпы қалай өтсеңіз айтып өтсең. Жалпы осы 6-шы рет өтіп жатқан әлем чемпионаты Ақтөбе қаласында өте жоғары деңгейде өтті. 20 елден 80-ге жуық спортшылар қатысты. Жарыста өте жоғары деңгейде тартысты өтті. Қарсыластарымыз биыл өте жақсы дайындықпен келген екен. Ең мықты қарсыластарымыз қырғыз бауырларымыз болды. Менің әйелдер категориясында 2 спорт шебері әлемге қатысып жүрген сондай тәжірибелі спортшылар келді. Және ең маңызды қарсыласым қазақстандық қарағандылық Қожанасов аңсаған болды. Одан бөлек жаңағы Чехиядан келген Хана Котинова мен Монғолиядан келген спортшымыз өте жақсы ойын көрсетті. Жалпы енді алдағы жоспарларың қалай болып отыр? Биылғы жылдың қорытындысы десек, енді тамаша жетістік бұның. Енді алда қандай үлкен ірі жарыстар бар ма талып? Иә, жалпы мына. Және де өзің шәкірттер туралы айтып өтсең. Енді ол жарысқа енді естіп жатыр меніңше бір 5-6 шәкірті барып қатысты. Иә, сол жалпы біз жалпы Түркістан облыстық ұлттық спорт түрлерінен балалар жасөспірімдер мектебінің қолдауымен біз 2 рет жалпы оқу-жаттығу жиынын өткіздік. Ол өте жақсы көмектесті. Әлем чемпионатына рапид түрінен 5 оқушым қатысты. Менімен қосқанда 6 ойыншы болдық облысымыздан. Бірақ енді кішкене тәжірибе жетіспеушілігі болар, жаңағы мүмкін басқа да бір себептер болды ма, енді бұйырмады ма, жалпы қыздар орынға іліге алмады. Ал негізгі жұмысым, жалпы ниетім солар орын алса екен деген бір үлкен үмітпен барған болатын. Бірақ енді олардың ешқайсысы менің жоғары жақтағы тақтама жете алмады. Сондықтан ойын соңына дейін жалпы рапидта өте тартысты болды. Менде мысалға бірінші орын алған қарсыласымен екеумізде бірдей ұпай болды. Екеуміз тең ойнағанбыз. Мен бірінші турда ойнаған қызым кейін ойынға келмей қалды да, сол себепті Бугульс коэффициентінде менің коэффициентім төмендеу болды. Ал жалпы былайынша өте мықты ойын болды. Иә. Кеп, бәрі құттықтай беріңіздер, жақсы, өшерде бір жарыққа түсістер, иә. 1, 2, 3, давай, ура! Ура! Ұлттық спорт мектебі жасасын!